сәлеметсіздер. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған өлең оқу эстафетасына мен Біләл Ержан Теміртасқызы Абай атындағы Қарағанды облыстық балаларға арналған кітапханасынан қабылдадым. Ұлы ақынның "Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін" өлеңін мәнерлеп оқимын. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырып басталаптығар, көңілімнің көзі ашық сергек үшін. Түзу келіп қисықтыңмен қырын келмей, сыртын танып істіктес сырын көрмей, шу дегенде құлағым тозаң сиді, өзге соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қаламын алдыңға айтқандықпай, және айта бер дейді жұрт тыным бермей. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтынек сарала қаз. Кәрілікті жамандап, өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігітарсыз. Өзі әсіре қызыл емес деп жиренбеңіз, түбі терең сөз артық, бір байқарсыз. Барша Қарағанды қаласындағы балаларды Абай оқу эстафетасына қатысуға шақырамын.